Сәлем достар, бүгін шиенің 14 түрлі пайдасы туралы айтатын боламын. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Шие бұл дәмді әрі пайдалы жидек. Ал шиде айы шие маусымының ең қызған шағы. Сондықтан қазір шиені барынша пайдаға жарату қажет. Шие бұл күшті антиоксидант. Сонымен қатар оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Ол ұйқысыздық пен буын ауруларына көмектеседі. Бір шынаяқ шие құрамда 90 килокалория, яғни жеткілікті мөлшерде жасұнық, А және С дәрумені бар. Шие маусымы мамыр-шілде аралығы. Осы уақыт ішінде сіз оны тұтынып қана қоймай, мұздатқышқа салып, жыл бойына шие сақтап үлгеруіңіз қажет. Егер бұл сізге қажет екеніне күмәніңіз әлде бар болса, онда шиенің пайдалы қасиеттеріне тоқталып өтейін. Бірінші, артық майдан арылуға көмектеседі. Зерттеушілер жоғары калориялы диета ұстанған ауыз қуыратын шие ұнтағын жеген егеуқұйрықтар, шие жемеген егеуқұйрықтарға қарағанда әлде қайда аз салмақ қосқандығын анықтаған. Екінші, қартаюды баяулатады. Шие басқа жемістерге қарағанда антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар теріні қартайтатын еркін радикалдармен ағзаға күресуге көмектеседі. Үшінші, бұлшықет ауруы азаяды. Зерттеушілер жарты кесе шие немесе бір стақан шие шырыны бұлшықеттің қабынуын азайтады деп сендіреді. Төртінші, қант диабетінен қорғайды. Шиенің гликемиялық индексі 22-ге тең. Бұл сарыөрік, жүзім, шабдалы, көкжидек немесе қараөрік көрсеткіштерінен әлдеқайда төмен. Сондықтан шие әсіресе қант диабетімен ауыратындар үшін жеміс жидектердің ішінде ең жақсы таңдау болып табылады. Бесінші, дұрыс ұйықтауға көмектеседі. Шие мелатониннің, яғни адамның ішкі сағатын басқаратын ұйқы гормонының жалғыз табиғи көзі. Сондықтан шие шырынын оянғаннан жарты сағаттан кейін және кешкі асқа 30 минут қалғанда ішу керек. Осылайша мелатонин гормонының өндірісі арта түседі. Алтыншы, альцгеймерге шалдыққан егде жандарға көмектеседі. Альцгеймер қауымдастығы есте сақтау қабілетін жақсартатын тағамдар тізіміне шиені қосты. Мұның себебі шие құрамында антиоксиданттардың көп мөлшерде болуы. Жетінші, инсульт қаупін азайтады. Шие бәліші жүрек тамыр жүйесін нығайтуға септігін тигізеді. Антоциандар бұл жүйеге қызыл түс беретін рецепторларын белсендіретін, глюкоз алмасуына қатысатын гендерді реттейтін пигменттер. Осылайша холестерин деңгейі, қан қысымы және қант диабеті төмендейді. Подагра қаупін азайтады. Шиені тұтыну подагра шабуылының қаупін 35%-ға төмендетеді. Бұл тұжырымды Бостон университетінің профессоры Чжан 633 науқасты тексергеннен кейін жасаған болатын. 9. Шие жүрекке пайдалы. Шие құрамда калий көп. Ол жүрек соғу жиілігін және қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар гипертония қаупін азайтады. Шиедегі фитостеролдар холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. 10. Аспирин дәрісін алмастырады. Ғалымдар шие құрамында аспириндегіге ұқсас қабынуға қарсы заттар бар екен анықтады. Бір дәріні 20 жидек жанама әсерлерінсіз алмастыра алады. 11. Буындар қабынғанда көмектеседі. Шие шырынын 3 апта бойы күніне 2 рет қабылдағаннан кейін ісінген буындардағы ауырсыну айтарлықтай азаяды. 12. Қатерлі ісікке шалдығу қаупін азайтады. Шие құрамдағы заттар майлы тағамдарды дайындауда канцерогендік химиялық заттардың түзілуін азайтуға көмектеседі. 13. Қояншық ауруына ем болады. Қояншық ауруына емдік дәрі болмаған кезде дәрігерлер науқастарға жазда шие жидектерін жеп, ал қыста шие жапырақтарынан қайнатпа ішуге кеңес берген. Бұл ұстамалардың саны мен қарқындылығын төмендетеді. 14. Жүкті әйелдер үшін. Ежелгі бір нанымға сүйенсек, жүктілік кезінде шие жеген әйелдер сау балаларды дүниеге әкеліп отырған. Бұны шие құрамында қаназықтың алдын алуға қажет көп мөлшерде темір болғандығымен байланыстыруға болады.
жүрекке жағымды әсер етіп артық салмақтан қорғауы әрі қартаюды байлатуы шие сүйетіндердің жас көрінуіне ықпал етеді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.